Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келіпсіздер. Мен бұл жерде дубайский шоколад жасап жатырмын. Сіздерге басынан аяқ жасап көрсетпекшімін. Өте оңай, оқу жоқ, мастер-класстың да қажеті жоқ ақылы. Осындай формаңыз және де жасайтын заттарыңыз болса жеткілікті. Ең алдымен бізге таза шоколад қажет, және де катаифи қажет. Катаифи тестасы бұл түрік тәттілерінде қолданылады. Қазір осы дубайский шоколад хит болғалы кондитерлік магазиндердің, кондитерлік заттар сататын магазиндердің барлығынан табуға болады. Бағасы бізде 2500 теңге. Және де фисташковый пастаны қолданамыз. Фисташковый паста өте жасыл, осындай қанық түсті болған дұрыс. Ал шоколад міндетті түрде таза шоколад болсын. Менде бельгийский шоколад. Колебаут қолдансаңыздар да болады. Міне жақынырақ көрсетіп жатырмын фисташковый пастаны. Жап-жасыл қанық түсте. Катаифидің осындай бір упаковкасын алсаңыздар 450 грамм. Сіздерге бір жасағанға 50 грамм немесе 70-80 грамм қажет болады. Мен 80 граммын пайдаланамын. Және де катаифидің көп болғанын қаладым, сол себептен де мен 80 граммды алдым. Негізінде 100 грамм шоколадқа 50 грамм катаифи де болады. Ең алдымен шоколадты водяной баняда мен ертіп жатырмын. Өздеріңіздің қалауларыңызша микроволновкада ертсеңіздер де болады, тек күйдіріп алмаңыздар. Катаифи тестасын міндетті түрде өте жұқалап, майдалап турайтын боламыз. Себебі қуырған кезде және де шоколадтың арасына салған кезде ыңғайлы болу үшін кішкентай ниткалар байқағандарыңыздай, және де тәтті емес бұл. Бұл катаифиға тәттілікті беретін бұл жерде фисташковый пастамыз. Міне, дәл видеодағыдай өте жұқалап тураңыздар. Дайын болған катаифиді қызып тұрған осы сары майда қуырамыз. 5-6 минут бойы жақсы отта қуырамыз. Және де сары майды міндетті түрде алдын ала ертіп алыңыздар, май қызып тұрсын. Қасынан кетпеңіздер. Жанында тұрып үздіксіз қозғау арқылы қуырып аласыздар тестаны. Міне дәл осындай қоңырқай түске енген кезде бірденен астын өшіріп, басқа ыдысқа салып алыңыздар. Сковородкада қалдырмаңыздар, себебі күйіп кетеді осы сковородканың ыстығымен. Бірденен басқа шоңылдау ыдысқа салып алыңыздар. Бірденен ыстық күйінде пастаны саламыз. Ыстық күйінде салсаңыздар, өте жылдам жақсы араласады, паста ериді да. 50 грамм катаифи тестасын және де 100 грамм пастаны қоссаңыздар, кішкене сочный болады, және де қаттырек тәтті болады. Ал мен қаттырек тәтті болған қаламадым да, сол себепті 80 грамм катаифиді пайдаландым. Сол себепті өздеріңіздің қалауларыңызша жасаңыздар. Осы кезде шоколадтарыңыз еріп, дайын тұруы керек. Міне мен осындай форманы пайдаландым. Және де еріп тұрған шоколадты құйып жатырмын. Бұл жерде осындай 6 жүрекше шығады. Тереңдігі 2,5 сантиметр. Өте қалың етпеңіздер, себебі ішіндегі начинкасы көп болса, кішкене жағымсыздау жүректі айнытатындай болады. Сол себепті де ішіндегі начинкасын, яғни катаифи тестасын көп салмаған дұрыс екен. Міне дәл осылай қасықтың көмегімен шет-шетіне барлығын жағып шығамыз. Егер де құйған шоколадтарыңыз кішкене артылып, қалыңдау болатын болса, алып тастасаңыздар болады қасықтың көмегімен. Мен шоколадты темперировать еткен жоқпын. Егер де осы бизнеспен айналысқыңыз келсе, шоколадты темперировать етіп үйреніп алыңыз. Егер де үйге жай жасайтын болсаңыз, осылай ертіп жасай берсеңіз болады. Тоңазытқышқа 5-10 минутқа қойып қоямыз енді. 5 минут тоңазытқышта ұстадым. Енді бірденен ішіне начинкасын саламыз. Кішкене тығыздаңыздар, үстінен басыңқырап. Маған осы 6 жүрекшеге теңдей жетті. Үйде жасасаңыздар әлде қайда сіздерге тиімдірек, себебі
жасалу жолы да оңай және де шығын аз шығады егер де үйде көп адам жейтін болса. Сондықтан да үйде жасап көруді кеңес етер едім. Осындай бір жүрекше нарықта 3500 және де 3800 теңге аралығында. Одан көрі үйде жасап көргендеріңіз әлде қайда сіздерге пайдалы. Енді бетіне шоколадты тегіс етіп құямыз. Формадан асып кетпеуі тиіс. Сонда әдемі көрінеді. Форманы бетінен асырмаңыздар. Сол үшін де астындағы начинкасын кішкене тығыздау керек. Мен ең соңында лопатаның көмегімен беттерін тегістеп жатырмын. Кішкене әдемі көріну үшін. Дайын болған шоколадты жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қою керек. Жақсылап шоколад қатуы тиіс. Міне жарты сағат уақыт өтті. Бірденнен алатын боламын. Бұл силиконды формадан өте жылдам және де оңай алынады. Формасы ойымдағыдай өте керемет болып шықты. Барлығын бірденен осылай алып тастаймын. Шоколадтың түрлері өте аппетитный болып тұр. Және де бетіне мен кондуринді осылай жағып әсемдеп қойған жөн көрдім. Егер де сіздер жасыл, қызыл краскамен болған қаласаңыздар, шоколадты ең басында формаға құймай тұрып, формаға кішкене пищевой, яғни жеуге арналған красительдерді, кондитерлік красительдерді түбіне кішкене жағып қойсаңыздар болады. Өте оңай ол да. Маған осы кондуринді жағып қойған ұнады. Мен неге қолмен жағып жатыр деп ойлап жатқан шығарсыздар. Мен бұл жерде құрғақ кондуринді жағып жатырмын. Сулы кондурин болса міндетті түрде кисточканың көмегімен жақсаңыздар болады. Егер де құрғақ кондурин болса, шоколадтың өзі де ылғалды болғандықтан тез осылай жағылып жатыр. Түрлері өте аппетитный болып тұр. Міне, бисмиллах деп кесіп көріп жатырмын. Іші міне өте әдемі болып тұр. Және де шоколадта қалың емес, байқағандарыңыздай. Бұл шоколадтың ерекшелігі дәмінде, яғни қытырлағында. Жеген кезде дәл осындай қытырлақ дәм шығуы тиіс. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Аз болсын, сау болыңыздар.